Башың жарып қойды ғой. Башың. Қанша күннен бері ұртады сені? 3 күннен бері ұртады. Неге ұрады? Баласын қарабасаң ба? Бала Ерман баласы ошо мен жанында ойнап қачып ойнайды сенден қорқып қачып отыр дейді. Анан кейін ошентип ишенбей урат эле жалган айтып атасың деп. Бұл қандай эжең өзі? Қандай эжең? Танисың ба? Туған ба? Жоқ, неме менің таңнемен bir туған қызының қызы. Шындай қылды. Апаңа таң қаяқта? Аңа Қырғызстанда Шымкентте. Көзің ішеді бе? Көзің ішіп кетті бе? Көгеріп. Мына көзің. Аңа пысығынан жұмсан ұрып. Қандайсыз? Саламатсыздар ба? Қандайсыз, жақсыз ба? Жақ қойырсыз ба? Шындай жерде жашашат екен. Бұлар бірінші этажда мына сөйлесіп алып, азыр маға болды. Ешке құлтап алған. Қазір мен айтып мені ол қызды кішкентай қыз азыр сөйкөм беріңдер dedi. Бұл қызды сөйкөсін десем, шығып айтады, мені ұрды деп айтсаң өлтіремін. Олар келсе дағы, мені ұрса дағы, мен ұрбады деп айтамын. Просто мен азыр орта жолда жалғаншылық болып жатыр бұлчу. Мен бірақ 100% доказать қыламын. Бірақ қорқып атады. Ойдан алды ұрған. Өзі атасына жетті, атасына шалып. Мен Халилменен сөйлештім, мен видеосын жөнөттім. Мен азыр кеше бір күн жоғалып кетті да алғызчы. Bir gün жоғалып кетіп, түні менен іздедік. Бұл мына Елиза ойлап атат, мені бекітіп алды. Қайсы қыз жоқ болып кетті? Кішкентай қыз жоқ қой. Түні менен бір күн жоқ болды үйде. Соседтің үйінде екен. Соседтіңіз кім, орыс па бұлар? Орыс, мынау бітка тұрбай ғой. Шының ішінде бекініп жатыр. Бақпыш қыз. Ертеменде тұрдым, түні менен іздедім. Іздеп, үйге бір бұлар өздері іздешпеді ме? Іздеді бұлар да. Жердің алдынан бір мұшық өтіп кетсем, үйге кіріп, әйнекті қырсам, көзіме ошондай қып-қызыл несі болып, мына көзімнің тамыры немен кетті, автологқа барсам. Мен же қорқып кетіпсіз деді, өзіңіз көрдіңдер. Майлы дедім, кейін түшіндіріп айттым бұға. Урбағын дедім, біреуінің баласы екен, 8.000 айлық береді екенсің дедім. Ошоны бере албасаң мага айт, мен берем ошо пулду дедім. Сенің балаң қарасын, мен берем дедім. Мен бетіне айтып берем өзіне. Ал эже да үйдө? Ал үйдө. Күйөөсү да үйдө. Ешік açık ekan. Assalomu alaykum. Girgiler. Kiringizler, girerler. Kırgızstanda qarай сонун жерде жашайсыздар. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qandaysizlar? Саламатсыздарбы? Qandaysizlar? Qandaysizlar? Денсаулықтар жақсы? Жақсы. Қарабай. Ана бұл қыз Қандайсың? Бұл мына ушу Саңшығу деген қыз ушу. Қызым мен мына посольстводан келдім, а? Қандай? Денсаулықтарың жақсы? Атаңменен сөйлестім. Қандай? Кеңіз байке, мен сізден удостоверениеңізді тартып алсам болады, рұқсат берсеңіз. Видеого бұл тартылыш керек. Мындай эмелерге тарабайт го, тартылыш керек. Мындай жөнөкөй адамдар же эмелер келген жок да, бул жерде могу келген адамдардын баары эртең жооп бериш керек. Мен берген, мен жооп беришим керек. Мен сөзүмө жооп берем. Мына. Korkma. Boğalasın görgülü. Korkma. Meyli hazır ağlanlar gelip. Korkma. Korkma sen. Sen korkma kızım. Bularda Allah'ım canına içine meyelim görürsün sen.
Babası geldi. Sen korkma, azır sen menen teң kızlar бар, az площадка барып ойнойбуз, сонун жака барабыз. Коркпа, азыр абаң келет, а? Коркпо, сен чаппайм мен, Telefonun aptesini atasın. Baram. Көзүн жалтаңдатып жанына барсаң коркуп атат. Аябай коркуп калыптыр кызыбыз байке. Акыры мен сен көзүн жалтаңдатып коркуп атат да, бул чап токмоктон аябай ушундай коркуп калыптыр. Мына кызым мен Айштан болом, аны атаң болот, көрдүң? Кызалат болуп атыр. Адамдар кел. Коркпо, эч ким урбайт, сен урбаш керек да, чоңдор кичинекей кыз урбаш керек. Сен билбей уруп коюптур да. Сен коркпа, а? Била, коркпа. Коркпа. Ал, жөнөтө эле ондан. Mal, bot, tulayım. Ma yetti Ağustos'ta özümüzden bala zakar. Gel sen bu vakitte söz var. Bir tuhaf. Salansızlarбы? Sizler kandaysınız? Kandaysınız? Gel. Kana bu tağası kim? Tağası. Bu kız. Ağası silersiniz Kandaysınlar? Salansızlar? Kandaysınlar? Şaşsınlar? Ben bir yaktar tutam. Assalamu alaikum, урматтуу жерлештер, кыргыз элим. Мен Алтынбек Матасанович, Өзгөн коомунун төрагасы. 2 күндөн бери Таңсулуу кызыбыз өтө катуу талкуудуу болуп атат. 2 күн мурун бизге Динара деген эжеден информация келген. Элчиликтен да информациялар келген. Ушу Таңсулуу кордук көрүп аттыр деген информация келип, бул кыз өзү Өзгөн районунун Чангет айылынын Дөпен айылынан болот экен. Чангеттин төрагасы менен жетекчиси менен байланышып, бунун бир тууган абалары менен байланышып, биз ошол Кокошкино деген деревняга барып, кызды табып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, абалар бул жерде бойдок экен, анан шарттары туура келбегендигинен бул кызды мен өз кепилдигиме алып үйүмө алып келдим. Менин кыздарым менен ойноп жүрөт, жакшы баары. Анан могу кыргыз элиме кайрылып коеюн, туура эмес информацияны алып эле таркатып, сот тармактарда ызы чуу болуп атасыздар. Ошого келиңиздер, информация туура болбосо, мындай билбегенден кийин таркатпай эле коюңуздар, пожалуйста, сураңызчы. Жанагы элге пайдаң тийбесе да зыяның тийбесин деген сөз бар, ошондон ушундай туура эмес информацияларды таркатпай эле коелуп. Анан бул кызды 2 июнда биз Кыргызстанга балдары менен кетип атам. Өзүм алып барып ата-энесине тапшырам буйруса. Ата-энеси менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Буйруса баардыгы жакшы. Анан туура эмес информацияларды таратып бермеңиздер, пожалуйста. Намысыбызга тийип атат, уят, мен ушундай ойлоп атам. Ошондой, урматтуу кыргыз элим, Таңсулууда баардыгы жакшы. Таңсулуу, баары жакшыбы кызым? Мен жакшымын. Кече Айштан үйүнө келдим, биякта жакшы жүрөм. Ай азамат. Ошол урматтуу кыргыз элим, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Сиздер менен Өзгөн коомунун төрагасы Алтынбек Матасанович.